Ассалаумағалейкум тағы да ағалар. Мен ары қарай өтіп кетсем болады ғой да? Өй! Экзит 8, яғни 8-ші шығу станциясына қош келдіңіздер. Өткен жолы вагондардың арасында жүгіріп жүріп, өзгеше құбылыстарды, яғни аномалияны іздеп жүрдік. Бірақ осы жолы сол метродағы пойыздарға отырмай тұрып, станцияда қайталана беретін бір циклге түсіп қалған жігіт туралы болмақ. Бұл ойын туралы тіпті мотивіне қарай кинода түсірілген. Давайте барлықтарыңызға сәлем достар, сенімен бірге тағы да аманды. Біз өткен жолы что-то миллиондаған просмотрға жол тартамыз деп өтім сәл-сәл кішігірім наибаловка болып кетті. Январда бір түсірдім, мартта бір түсірдім, енді тағы бір видео жаздың ортасында бір түсірсем болды емес па? Ютубқа жетпей ма? Не керек басқа? Короче, түсіндірем. Аномалия. Бізде бірінші циклда ешқандай аномалия болмауы керек. Сол үшін метролар қызық көрінеді екен, походу. Егер де кім киносын көрмеген болса, киносын көруге совет берем. Так, мұнда не? Өзімнің шақтарым ба мынау шығып жатқан? Сол баяғыша аяғым жоқ екен. Кинода аномалиялар бар, анау-мынау, солардың барлығы ойында кездеседі ме екен? Белгісіз. Так, бірінші циклда бізде барлығын жаттып алу керек. Давай, стоматология, жасыл, оранжевый, мынау жиналыс, қас, кино и көз. Тағы да есіктер бар екен бізде. Мында есік біреу, екеу, үшеу. Барлығы жабық тұр, қызылдар. Что-то мына шум бар ғой, құлағымның түбінен тесіп баратыр кәдімгідей. Бізде ары қарай не бар екен? Бізде ойынның ережесі бойынша аномалия табуымыз керек. Егер де 8 аномалияны дұрыс табатын болсақ, анау тағы да келатыр. 8 аномалияны дұрыстан табатын болсақ, біз бұл метродан алдыға қарай жылжимыз. Яғни метродан шығатын выходты іздейміз, былай айтқанда. Уже бізде аномалия басталып кеткен сияқты. Біз өткені бірінші кругтан кеттік. Мына кісі өзімен өзі кетіп баратыр. Енді стоматология қара, жасыл, оранжевый, жиналыс, қас, кино и көз. Есіктердің барлығы нормально. Маған ешкім ештеңе түсіріндірген жоқ. Аномалия болса алдыға жүр, аномалия болмаса артқа жүр деген сияқты. Так, не істеуім керек екен мынаны? Выход 8. Әлі. No smoking. Мынау болды ма екен? Мен басында байқамай қалдым что-то. Стоматология, оранжевый, жасыл, жиналыс. Мынау өз-өзімен кетіп баратыр. 3 есігіміз бар. Қас, кино и ведется видеонаблюдение. Қызыл. Что там? Алдыға жүгіре береміз ба? Вот, енді келдік. 0. Вот, алдыға жүруіміз керек. Біз, походу, осы жерден 8 аномалия табуымыз керек. Браткен алдыға. Мына өзімен өзі келатыр. Жақсы, главное, маған қарай шауып жүгірмесең болғаны. Ешқандай аномалия жоқ. Алдыға қарай жүгіре береміз. Алдыда бізде 0. Неге әлі 0? Может, ешқандай аномалия болмаса артқа жүретін шығармыз бұда. Стоматология, есіктер барлығы жабық тұр. Оранжевый, жиналыс, қас, кино. Өтіп баратыр. Так, бізде бұл жерде ешқандай аномалия жоқ. Сол үшін артқа қашып көрейік. Давай артқа барамыз. Артқа келдім. Не деген ұзақ метро мынау? Что-то есік ашылған сияқты мына жерден. Или маған кажется ма? Опа, аномалия. Қалай байқамай қалдым? Артқа жүгірем. Аномалия болса, походу, артқа жүгірем. Ойынның ережесі бізге енді түсінікті болды. Значит, аномалия болса, артқа қарай қашуымыз керек. Аномалия болмаса, алдыға нормально жүре беруге болады. Что-то подозрение ұстап тұр мына жерден. 2 вытяжка болды ма, или болмаса 3 болды ма? Давай, сонда да артқа қашайыншы мен. Аномалия. Опа. Не істеп тұрсың, братчика, сен? Ары қарай жүрмейсің ба? Мынау неге қайтадан 0 болып қалды? Опа. Мынау точно аномалия. Бір жерге кешігіп келатқан сияқты мына жігіт. Артқа жүгіреміз. Бірінші аномалия бар. Асықпай келатыр.
Стоматология жасыл, оранжевый, жиналыс. Так, значит, бізде екі вытяжка болған екен үстінде. Так, нормально, өтіп келе жатыр. Кино. Ешқандай аномалия көріп тұрған жоқпын мен. Сол үшін алдыға смело жүріп кетуге болады сияқты. Аха, екіншісіне келдік. Давай, пока нормально. Не курить, темекі шекпейміз. Мен станция метро қандай болатын білмеймін, бірақ Ташкентте өзім болған кезде метролар өте әдемі екен жалпы. Алматыда болған кезде метросына барып көрмедім, а бізде өзіміздің қаламызда метро жоқ. Сол үшін Японияда осындай метро шығар барлық жерде деп ойламаймын енді осындай метро. Өйткені кафель дейтін что-то адамды қорқытады негізінде. Стоматология жасыл, оранжевый, жиналыс, екі есік бар, вытяжка бар, екеу, үстінде камера бар, қас. Мына жерде демек ешқандай аномалия жоқ. Ары қарай өтіп кете берсек болады. Оп. Аномалия. Сен орныңда тұра бер. Жетіп қалдық. Үшінші деңгейге келдік. Кино и ведется видеонаблюдение. Артынан аңдамайсың ба әйтеуір? Что-то память нашарлайын деген сияқты. Стоматология жасыл, оранжевый, есік, екі вытяжка, артта камера, алда камера бар, жиналыс. Мужик кетіп баратыр өзімен. Қасы бар. Ешқандай аномалия байқаған жоқпыз ғой, значит алдыға жүгіреміз. Все, бірінші деңгей бар, әлі 3-тен асқан жоқпын. Енді 3-тен асуым керек. Темекі жасыл, шекпейміз. Стоматология жасыл, оранжевый, жиналыс, қас, кино, екі вытяжка бар. Знактар өзгерген жоқ. Кино, артымнан аңдамайды. Опа. Аномалия, қаш. Жасыл, оранжевый, жиналыс, қас, кино и ведется видеонаблюдение, да? Мужик өзімен өзі келатыр. Ешқандай аномалия жоқ қой мұнда. Ешқандай аномалия жоқ, сол үшін алдыға смело жүре береміз. Неге? Ешқандай аномалия болған жоқ қой, бәрін тексеріп алдым ғой мен. Неге қайтадан нөлге әкеліп тастады? Сол жағымызға бір қараймыз, оң жағымызға бір қараймыз. Да, как будто мына мужик бар ғой. Ешак. Алып жабысып кететін сияқты маған. Так, бәрі нормально ғой, да? Ешқандай аномалия жоқ қой. Алдыға жүгіреміз. Екі деңгей бойы ешқандай аномалия бермейді, значит, үшіншісінде точно болу керек. Стоматология, көкініс, жасыл, оранжевый, жиналыс, қас, кірпік, бәрі бар екен. Жаймен келатыр, вытяжка, кино, ешкім аңып тұрған жоқ. Нормально, свет өшіп қалған жоқ. Ешкім жүгіріп кеткен жоқ. Так что аномалия жоқ мына жерде. Аномалия неде? Көрінбейтін символдарды ауыстырып тастамаған боларсың, может, датаны ауыстырмаған шығарсың енді қалған. Мен мына корейский түсінбеймін, если сен мына жерге сағат 9-дан 1-ге дейін, 2-ден 6:30-ға дейін жұмыс жасайды екен, обедтің уақыты бар екен, 1-ден 2:30-ға дейін. Соның бәрін оқуым керек па немен сонда? Мен японский түсінбеймін, если сен иероглифтеріңді ауыстырып тастайтын болсаң. Стоматология, обедтің уақыты өзгеріп кетпесін, главное. Так, 2 вытяжка бар. Сенің түріңе не болған? Текстураң... Все, аномалия. Барынша тез өтіп кеткім келіп тұр мына ойында. Так, артқа тағы да бір қарау керек шығар, может. Обратно кел. Көздер бар, қастар бар, кірпіктер бар, еріндер, боқтар бәрі бар мына жерде. Ешқандай аномалия жоқ.
Әрі қарай өтеміз. Енді 0-дан шығарсаң бар ғой, басыңды айырам сен. Барлығы нормально. Бұл циклда да ешқандай бір түрлі нәрселер жоқ. Алдыға жүгіреміз. 5-ке келген шығармыз. Не өткізіп алу мүмкін мен? Вроде уақыттарын бәрін қарадым, заттарын қарадым. Не зат ұстауға болады, барлығын ұстадым. Міне стоматология 0808 open. Жасыл фартугымен тұр. Жасыл фартуг өзгеріп кеткен жоқ. Темекі сол баяғы жасыл. Мынау келатыр өз-өзімен. Оранжевый жиналыс, қас, кино. Есіктер барлығы орнында. Бумаг ештеңе аңдымайды мені. Алдыға жүгіреміз. 0, тағы да 0, прикинь. Манадан бері жаттап отырмын болмаса барлығын. Аномалия. Егерде кімде-кім аномалия дейтін сөзді мағынасын білмесе, не екен? Аномалия дейтін бір түрлі құбылыс деген сөз қазақша. Егерде осындай бір түрлі құбылыстарды байқасақ, артқа қашуымыз керек, болмаса алдыға қашамыз. Так сен өзің ровно келатсың да, сенмен барлығы нормально. Аха. Сразу айтайын, көттен ұру жоқ. Оранжевый жиналыс, көз, есіктің бәрі жабық тұр, орнында бар. Кино. Мұнда жанып тұр, қызыл. Все, аномалия жоқ бұна циклда. Все, 2-ге келдік. Не айттым о. Жоқ, мен барлығын барынша дәл осылайынан жаттап алдым. Неге мені қайтадан 0-ге әкеліп сат, сол қызық маған. Анау кім? Біреу қарап тұр ма? Біреу қарап тұр ғой маған. Сән бірдік апа. Мен кете берейін де, артқа айналып. Аномалия. Үшіншісіне келдік. Ана жақта біреуді көріп тұрған сияқтын. Человек-невидимка тұр. Артқа қарай қашамыз. Аномалия. 4-ке келдік. Ақыры дегенде. Енді 5-ке өткізем екен бізді. Вот осындай көзге көрінетін аномалиялар жақсы, чем мынаның уақытын өзгертіп жіберді. Там августтың 7-сі келді, 8-і келді. Стоматология, жасыл, оранжевый, жиналыс, қас, кино. Аномалия. Что-то манадан бері мына бумага мені қорқытып отыр еді. Енді 5-ші пунктқа әкеліп тастады. 5-ші циклда бізде енді не күтеді? Вроде бәрін жаттап алған сияқтымын. Ештеңе өткізіп алмайды шығарым. Қайтадан 0-ге әкеліп тастаса, мына столды сындырайын деп отырмын таза. Стоматология, жасыл, оранжевый. Мужик өзі кетіп баратыр. Что-то бір звук шықты. Бұл звук аномалияға жата ма, жатпай ма? Воу. Су. Бас. Бас. Біреудің қанына тұншығып қалады, желание жоқ. Стоматология. Жасыл, оранжевый, үстінде вентиляция екеуі тұр, есіктердің бәрі жабық, 3 есікте бар. Жиналыс, қас, кино. Аңдамайсың ғой сен мен? Сөз, главное, бәрі нормально болса болды. Мұнда бар. Тағы бір қара өтуім керек. Оранжевый, жиналыс, волейбол, футбол, қас, мейкап. Главное, көзге көрінетін аномалия болса болды. Выход 8. Бұл циклда ешқандай аномалия жоқ. Алдыға жүгіреміз. Ау, шет, неге? Еба. Я худею. 0-ге қайтадан келіп тастады ғой, прикинь. Мына орнында. Ассаламу алейкум.
Қалайсыз жалпы? Ей, алдыңызға қараңыз, мойныңыз ауырып қалатын болды. Кеттік онда. Бұл да бір аномалияның бір түрі. Бұл маған ешқандай назар аудармау керек. Бұл жігіт негізі өзімен өзі жұмысқа кетіп баратқан адам ғой. Бұл циклдың ішінде екеуміз де қамалып қалғанбыз негізі. Мына жерде бәрі нормально. Мана да бәрі нормально болды, бірақ дейтін. Не үшін обратно нольге әкеліп тастаған түсінбей отырмын әлі уақыт. Манадан бері бір аномалия өткізіп алып отырмын. Что-то вроде бәрін жаттап алдым. Үстінде жақсы люк бар. Люкқа мән берген жоқпын. Да, елки-палки, ешқандай да аномалия жоқ мына жерде. Мына жер дұрыс сүртпей кеткен екен. Демек, алдыға қарай жүгіреміз. 4-ке келген шығар. Да, ё-майо. Мен не өткізіп алып отырмын? Если сендер байқаған болсаңдар, жазыңдаршы комментарияға. Мен не өткізіп алып отырмын? Егер де осының арасынан бірдеңе байқаған болсаңдар, конечно. Люк бар, есіктер бар, көз аңдамайды, мұна жабық тұр, мұна сары жол бар. Все, аномалия жоқ мұнда. Не өткізіп алдым, манадан дәл солай өтіп отырмын ғой. Онда дұрысынан жаттап алу керек болды. Дұрыстап қара, үстіндегі камералар бар. Міне мынадан былай қарай 5 лампочка. No smoking бар. Стоматология бар. Ага, ты чё? Көке, күте тұршы осы жерде, күтші. Күт, өтпей ары қарай. Мынан қара. Мынаның тұрсын қара. Мен обратно кеттім. Сізге де қашуға кеңес берем негізі, былай айналып жүре бермей. Келдім. Жоқ, бұл понятно, жақсы. Бұл білінеді. Бірақ та мынадан бірдеңе ауыстырып қойса байқамаймын ғой мен, егер суреті болмаса ол. Так, мынадан былай қарай 5 лампочка, exit 8. Мынау нормально, есік жабық тұр, кино, мейкап, дұрыс, movie fest. Так, вот қараш, ештеңе байқаған жоқпын, ешқандай аномалия жоқ. Барлығы тап-таза, метроның жылтырап тұр. Бірақ та неге қайтадан нольге әкеліп тастайды мені? Аномалия жоқ, қара, қайтадан нольден шығам, қара. Жануарларды орындармен ауыстырып қояма, может. Елки-палки. Клаш Рояльға түсіп кеткен жоқпын ба мен? Гигант келе жатыр ғой кәдімгідей. Өзімді гоблин сезініп қалдым аның қасында. Отвечаю айтайын. Андай найзамен жүгіріп жүретін гоблин емес, тоже. Пышақпен жүгіріп жүретін гоблин бар ғой. Мейкап. Мынау бар. Мынау не пәле? Мынау адамның бейнесі ғой. Аномалия. Жақсы, может, манадан бері осындай нәрселерді байқамай қалып атқан шығармын. Значит, демек, манадан бері мен жаңа үстінде тұрған силуетті байқамай қалып атырым дегенсіз. Темекі бар. Стоматология with the smile. Вентиляция бар барлығы. Оранжевый жиналыс. Мужик гигант емес. Миньон емес, кішкентай. Бәрі бар. Полды қарайықшы. Полда. Мына мужиктің отражениесі бар да, почему-то неге менікі жоқ, неге менікі көрінбейді екен. Сол қызық маған. Мынадан былай қарай 5. Кәдімгідей дұрыстап қарап болмасақ что-то. Манадан бері 0-ге лақтырып жіберіп отыр. 4-ші циклға келдік. Мені что-то бүгін 5-ке жеткізгісі келмейтін сияқты мыналар. Стоматология, клининг бар, оранжевый, жиналыс, мынау бәрі бар. Вентиляция осының тұсында, 5 свет. Қолында телефон, чемоданы бар. Есік, күте тұр, есік қайда? Бізде 3-ші есік жоқ бұнда. Обратно қашамыз. 5-ші циклға жеттік ақыры, примерно рекорд қойып қалдым ау деп қоям. Міне, жаңа мына есік болған жоқ. Стоматология бар, клиник бар, оранжевый бар. Ит мысықтың бәрі жиналып қалған екен.
Exit 8 бар. Осының тұсында мужик бас. Аға шашыңыз түсейін депті кішкене. Маз жағуға кеңес берем. Ау! Не айтып отыр едім мен жаңа? Мынау 5-ші цикл. Мені 6-шы циклға өткізгісі келмейтін сияқты. Так что мына жер дұрыстап қарамасам. Бар сияқты по-любому. Так, 3 камера тұр. Ага, аномалия жоқ, давай алдыға. Что за фигня? Да ну, Гүлбану, манадан өткен уақытым-ай, нервім-ай. Шешең, артқа аяғы шошытпа, әкең ауыз. Үстімен біреу түсе ма деп шошып кеттім ғой. Артыма қарамай қашқансың ғой кәдімгідей. Үстінде ешқандай силуэт жоқ. Значит, мұнда жүреміз. Ойнамай мен ойынды. Қойшы, тауылды. Міне, бір. Жақсы бізді өткізді. Маля жоқ. Епану код. Бәрі байқап отырсыңдар ма? Қайтадан қайталанып жатыр. Бірақ аномалиялар әр кезде әртүрлі шығады. Бір қайталанған зат қайтадан болу керек. Манадан серый болды ма или болмаса мынаның көзі сұр болды ма? Давайте обратно қашамыз. Мынаның өзі аномалия болуы мүмкін даже. Егер даже аномалия болмаса, фак. Аномалия емес. Бәрі нормально. Аномалия. Өйткені мына жасылдар өзінің шекарасынан былай қарай шығып кеткен екен. Exit 8 бар. Артын қарам. Аномалия ма? Аномалияға жатады. Мынау, скорее всего, аномалияға жатады. Так. Аномалия. Мына люк мына үстінде болған жоқ. Если болған болса, мен сразу байқайтын едім. Вот, пожалуйста. Люк болды ма не мына жерде манадан бері сонда? Так, человек-невидимка. Көріп тұрмын мен сені. Ассаламалейкум. Нешінші циклға келгенімді ұмытып қалдым ғой, амандасам деп. Отвечаю, не дай Аллах. Қазір 0-ден шығарасың мені. Кетіріп тсең. Шешең. Кетшін, ойнамайды. Бір камера бар. Мужик жоқ. Обратно қашамыз. Біздің мужик мұнда тұр ғой. Значит, келіп қойған уже. Мужик нормально. Жоқ. Нормально емес. Ана жерде плакаттардың орны ауысқанын көрдім. Пока звук болмайынша қашпаймын деп шешіп едім. 1 минут соғып отыр. Алло. Уағалейкум салам. Қазақ. Abi мен қандай машинге? Камри, американ, 80. Каждый раз видео түсірейін десем, осы ғой. Мына жерде ешқандай аномалия жоқ шығар деп ойлаймын. Демек шекпейміз. Алло. Көкеу. Шум қайда кетті? Камералардың бәрі өзінің орнында тұр. Ешқандай аномалия жоқ, прикинь мұнда. Давай көрейік. Камера бар. Так, мынау аномалия. Лампочкалар қисық тұр. Бля, заебал, короче, мына ойын. Так, мына жерде камера жанып тұр. Камераның лазерінен қашу керекпіз барынша. Exit номер 8 бар. Мынау бар. Өй! Әкең осы сұғын. Артынан жүгіргеніз? Аномалия. Ассаламалейкум аға тағы да. Сіз бұрын күлмейтін едіңіз ғой, қазір неге күліп келатсыз? Или мен күлкілі бірден айттым ба сізге? Тоқташы, бір орында тұршы, давай пообщаемся. Отырш.
Отыр деймін саған. Майкл Джексон. Кеттік, аномалия. Может, манадан бері соны байқамай қалып атқан шығар. Мына мужиктің күліп келе атқан. Так, мынау енді точно аномалия. Үшінші циклға келдім. Мына ойын мені өткізе ме екен, өткізбей ме екен? Не үшін? Может, жаңағы мужик трусиін ауыстырып алды ма, не істейін, трусиін ашып қарайын ба ол өту үшін? Так, күтей тұр. Төрінбак, артқа қаш дейді. Так, ана жерде басқа сөз жазылып тұрет негіз мана. Конкурс сөз жазылып тұрет. Міне, қара. Конкурс. Аномалия. 2 сағаттан кейін. Стоматология. Клининг. Зоомагазин. Жиналыс. Сеңе жоқ. Бірақта 0. Тағы да 0. То? Номер 8. 0. Мынау? Либо, қара. Либо бұл создательдердің логикасы бойынша мынау жоғарға шығарып жіберетін ловушка. Либо болмаса точно аномалия. Бірақ дейтін кәдімгідей сыртқа шыққым келіп тұр. Өзі қашаннан бері жүрмін. Бірақ та мынау обратный аномалия сияқты. Өйткені ондайға алдануға болмайды. Обратныға шу керек. Вот бір. Біз либо слишком умныймыз, либо слишком тупоймыз. Шығып кетуге болатын жерді шансты қолданбай, қайтадан келіп мына жерге дальше өтіп отыр. Стоматология. 8 көтінен кері айналып тұр. Бұл да аномалия. Тіке жүгіре береміз. Аномалия жоқ мына жерде. Точно. Уже 1,5 сағат болды. Ойнап отырғаным 1,5 сағат. Әлі өткен жоқпын. Сюрприз мазаф. Мужик келе жатыр. Күліп келе жатқан жоқсың ғой, главное. Ёлки-палки. Манадан бері не байқамай атырым десем, мынаны қара. Есіктің ручкасы ортасында тұр. Мынау аномалия. Манадан бері есікке мән беріп атқан жоқпын, ондай қатты. Тек өзінің орнында тұр. Все, давай, нормально деп атсам, жоқ, есіктің тұтқасы өзінің орнынан былай қарай жылжып кеткен ғой. Әкең ауыз. Үстінде ешқандай аномалия жоқ, астында ешқандай аномалия жоқ. Значит, мына жер таза деген сөз, солай ма? Мә. Егемшік тазында мә дейсің. Темекі шекпейміз. Ёлки-палки, наңғыра. Плитканың орны, манағының сарын линияның орны, мыналардың орнында біреудің түрі бар еші. Ассаламалейкум тағы да ағалар. Мен ағарай өтіп кетсем болады ғой да? Өй! Ты чё, охуел деді ол примерно? Ақыр деген жеткен соңғы 7-ге. Прикинь, 7-ге. Тағы біреуін өтсем, ажағында выход береді, болмаса, мынау жүруден әлем чемпионына қатысқан ба? Жүріп жүгіруден? Жақсы, обратно қашамыз. 8-ге келдік. Прикинь, 8-ге келдім. Наконец-то бір анық-қанығы бір сағаттай өтті ау. Мынау енді жай жүріп келе жатқан сияқты жаңағыдан кейін. Или нормально жүріс сол ма? Плитка емес мына жер, главный. Ешкімнің бетіп қолда жатқан жоқ. Үстіндегі светтер нормально, камера люк бар. Енді дұрыстап қарауым керек. Өйткені бұл соңғы деңгей. Соңғы цикл. Мужик келе жатыр, өтіп баратыр. Жоқ, өзінің нормальный скоростымен кетір негіз. Баннерлер өздерінің орындарында тұр. Мына жерде барлығы нормальный, ешкімнің силуэті жоқ. Есіктер бәрі тұр. Көз аңдып тұрған жоқ мені. Есіктер ашылмаған. Алға жүрем. Прикинь. Мынау выход па? Наконец-то выходты таптым десек те болады. Мынау выход па екен, или болмаса артқа жүрем екен? Аномалия емес шығар, 8-ден өттім ғой.
ақырды. Ойынды жасаушылар Котаке Крейт дейді. Ну, понятно, ойынды кімдер жасаған. Давайте, достар, осымен ойын аяқталды. Сендермен бірге болған амандық. В общем, жұмыс басталып кетті. Давайте.